podcast. Oynayıpız. Alğa dostum tek alğa. Bozuklardan geç kalma. Yolumuz podcast. Podcast. Koşup yalla, biz kaydan bileyik. Сендер күтпеген жерден келдіңдер. Мен ескертіп үлгермедім. Біз жай ғана көмектесейін деп ойладық. Бұл менің жеке жорығым еді. Мен ешкімнен де көмек сұраған жоқпын. Айтыңдар, сұрадым ба? Ей, ол біздің кінәміз емес. Айдаһарларды көргенде бірден барайық деп шештік. Я, солай. Бұл жай батырлардың басында болатын жайт қой. Сендер оларды өлтіру емес, қолға үйретулерің керек еді. Ештеңе де түсінбепсіңдер. Айдаһарларды ұстау? Қара айдаһарлар тобы? Сендер естідіңдер. Енді тапсырма берушіге не деп айтамын? Ей, бізді күт. Біз сенімен бірге бар бәрін түсіндіріп береміз. Ертең оқысам алғы жылағым келеді. Балалық шағыма оралғандай болам. Жетер енді. Сен жай ғана өте сезімталсыз. Біз қара айдаһарлардың сондай қауіпті екенін білмедік. Мырза, ол дұрыс айтады. Оларды ұстау мүмкін емес. Біз шынымен де көмектесейін дегенбіз. Айдаһарларыма не болғанын айтыңдар. Біз, Кішкене ғана... Біз кішкене... Не бүлдірдіңдер? Бізге бұл ойынның ойнай алмайтындарға арналғанын ешкім айтпады. Ол ойнай алмайтындарға арналған емес. Сендер қара айдаһарлар қалай өсетінін білуші ме едіңдер өзі? Жоқ, біз айдаһар бағушы емеспіз ғой. Я, солай. Өз көзіме өзім сене алар емеспін. Мына қарттың оқып жатқан не екенін білесің бе? Жорықтың ережесі қайдан алынатынын білесіңдер ме? Ей, ертегі деген өткен заман, қазір бейне көріністер дәуірі. Келесі жорықтың ережесі қандай болмақ? Немересін әжесіне жеткізу ме, немесе орманның ішінде орналасқан қамалды табу ма? Немесе ергежейліні бағу керек шығар. Сабыр ет, олар қалжыңдап жатыр. Бұл адам сенгісіз. Енді сендер осы ертегінің ішінде осылай күлесіңдер. Истроу Наратурус. Сымбатты ханзада, мен мұнда не істеп жүрмін? Менің керемет айдаһармен төбелесетін қанжарым қайда? Достым, енді сен осы ойынның кезеңінен өтпей қалыш тұрмақ өзіңде шыға алмайсың. Бұл ойынды мен ертегіден алдым. Айтып отырғаның қарша қыз ба? Әрине, егер сен оны түсінсең, сен қарша қызды тауып, оны құтқаруың керек. Сәттілік тілеймін. Не деген алма? Ергежейлілер. Ей, менің ұпайларым не болды? Бұл не деген? Сен ертегідегі көркем ханзаданың жаман сөз айтпайтын білмеуші ме едің? Сонымен қатар ол жомарт, адал, әдемі, ізетті, сыпайы, және де ханшайымға сәлем айт. Сұмдық! Бұл деген сұмдық. Тоқта! Ертегіні өте ұнатам. Не деген қырсық? Мен қарша қызды қайдан табамын? Уланған алманы қалай жасайым? Ертегіні білмеуші ме едің, қымбаттым? Сиқырлы айнаның көмегімен әрине 25-ші арна. Сонымен, ханшайым қайда? Белла, қарша қыз ба? Бұл деген тамаша ғой. Көңілді, ақылды. Ей, ергежейлілер, қайдасыңдар? Мен бұны қалай істеймін? Қалайша өзім жалғызына үлкен орманда 7 ергежейліні табамын. Маған көмек керек. Басқалар қайда екен, а? Мінекей! Не деген жұпыны лашық. Біреу бар ма? О, не деген лас. Мына жерді біреу жинайым өзі? Ей, достар. Достар, мына сұлуға қараңдар. Көңілді қыздың алдында артық сөйлеме. Бұл үй жинайтын қыз болу керек, көрікті екен. Я, келетін уақыты болды ғой. Қанша күттік. Үйдің бәрін шаң басып кетті. Не болып жатыр? Бұл жерде қазір
Кішкене тыныштық сақтаңдар. Мен үй жинайтын қыз емеспін. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Күте тұр, біреуі жоқ қой. Сен босаңды айтып отырған шығарсың, ол әрі қашан кешігеді. Мимо? Білем, бұл күлкіле емес. Ереже бойынша мен сені қорғауым керек. Ал сен не істеуің керек? Мен бе? Мен көркем ханзаданы күтуім керек. Бізге ас әзірле. Үй жина, шаң басып кетті. Міндетті түрде кіржу. Міндетті түрде, иә. Басқаша айтқанда дем алмай жұмыс істе. Не деген ертегі? Мен мұны жасамаймын. Егер ұпайыңды жоғалтқың келмесе, сенің басқа амалың жоқ. Мен серуендеуге кеттім. Тоқтай тұр. Сенің міндетің мені қорғау, солай ма? Иә. Сол үшін үйді сен жинайсың, босаң. Себебі сен ұпайыңды жоғалтқың келмейді ғой. Менің ханшайым деген атым бар емес пе? Ей, жинап болғаннан соң маған орман жемістерінен сусын жаса. Мүмкін пешке тоқаш пісіріп берейін, Мимо, сен ергежейлісің бе? Менің ойымша сен босаңсың. Гала, сен неге жалмаусыз сияқты киініп алғансың? Әрине, ол маған уланған алманы алып келді. Білмеуші ме едің, мынаның қайсысы? Мынау, қып-қызыл уланған алма. Қарным ашып кетті ғой. Не деген қырсық, ол ертегінің бәрін білдірді. Енді ол өмір бойы солай ұйықтап жата ма? Жоқ, мүмкін оны сиқырлы тылсым күш оятатын шығар. Мені қоспай-ақ қойыңдар. Сен қарша қызсың, сен ғана осы сиқырды бұза аласың. Жоспар орындалған жоқ. Келесі ойын. Енді біз қайдамыз? Қалайша олай істедің, Белла? Неге бақаны сүйгіздің? Я, ол алманы жемеу үшін сабақ болды. Ей, мынаған қараңдар, жұмыртастар. Мына етіктерге қараңдар. Жұмыртас, етік. Неге мен? Келесі жолы... Ей, тоқта! Бізді күте тұр. Ертегілерді сондай жақсы көрем. Жылағым келіп кетті. Жылағым.